Всем привет, достар. Жағдайларыңыз қалай? Айжанмен бірге бүгін сәлетке келдім. Менің ішім пысып кетті. Өмірімнің бүкіл заттары күндегідей қайталанып отыр. Студия, үй. Тым қызық жоқ, скучно, прям реально. Не істеуге болады? Ал баршаңызға ассалаумағалейкум, қайырлы кеш, қалайсыңдар? Эфирден шықты. Бүгінгі эфир енді прям эмоцияға толы эфир болды ғой. Қалайсың Алмасаға? Жақсы шүкір, қалайсың? Алмасаға мен айтып тастадым, қалай қайда. Мен қазір енді кешеде бүгін алдыңғыны бүгін жұмыстармен жүрмін. Негізі жұмыстардан бітіп аяқталып ұйықтасауым керек еді. Алмасаға өтіп кетті, маған мына жақта камераға сөйлеймін деп. Машинаны жақсы айдадық ма? Барлығына қарайтын достар, бүгін біз Машинеки паркіне келдік. Баламызды ойнатуға үші енді дәу, үші түрлі бар. Міне қазір кірдік. Попали в ДТП. Жалко так. Келе жатсақ бір машина есігін ашып жіберген ғой. Екі есігіде темір көрініп қалды. Жұмысымыз көп еді, жақсы болды. Васька еще спит здесь. Бұны сабағына апарып тастау керек. Такси шақырып қойдық. Васькам. Мынау менің машинам. Мынау Жәкеңнің машинасы. Мынау Еркебұланның машинасы. Міне жігіттердің өздері тұр. Бірақ біз дүниямен мақтанбаймыз, жігіттер. Міне нағыз біліммен мақтанамыз. Осылар енді менікі басқа сфера, Жәке. Там адам бар, блогерстан бар, сіздердікі. Міне өз еңбектеріңізбен, білімдеріңізбен жеткен жетістіктеріңіз ғой, былай айтқанда да. Кешеден бері айтып жатырмыз, Жәкеңнің қаншама кейстерін көрсеттік. Енді кішкене кеш салып қойдық сторис. Бүгін ертелік салайық. Жәкең қарыздан қалай шығу, қандай білім береді, қандай салада, қазір қандай жетістікте, қандай табыс айна. Сол жолға сіздерді шақырады. Және тегін емес па? Смело, сіздің оқырмандарға тегін. Айтылған сөз атылғанда еще мен ақша беремін. Менікілер кіріп тегін сабаққа қатысса, смело ақша беремін. база жоқ. Не керек басқа? Просто давай бүйтейік, Жәке. ақша беремін. Былай қылайық, тегін деген нәрсені қадырламайды, может бірден қоярмыз андай бір оплата. Или тегін деп тұрсыз ба? Тегін, чисто тегін қазір. Міне өстеді бұл кісілер, әне. Тегін, давай кел, қатыс. Бүгін ғой? Бір сағат уақытың кетеді, мен саған барлығын түсіндіріп беремін. Бүгін кешке сағат 9-да бүкіл жұмысымды бәрін жинап таста. Бір сағат уақыт тиктокқа да кетіп жатыр. Давай, мен саған тренингтен қалай ақша табу керек, қалай жұмысқа кетпеу керек, барлығын по факту көрсетіп, разоплачить етіп беремін дейінші. Трейдинг деген нәрсе бұл Жәкеңнің өзінің шығарып алған дүниесі емес, құрметті жігіттер, қыздар, бұл әлемде бар нәрсе. Сол себепті бұны жасай алатындары бар, жасай алмайтындары бар. Бұл кісінің өзінің тоқыған, білім жинаған қаншама мемлекеттерден опыты деген. Мен кеше көрдім, короче. Тегін, келіңіздер, міне. Біз дүниямен мақтанбаймыз, біз біліммен мақтанайық, Жәке. Болды. Еркебұлан бірдеңе дейсің ба? Келіңіздер, білім алыңыздар. Ақша білімде ғой. Білімде. Ақша білімде. Вот видите, қашанға жұмыс жасайсың, давай. Білім.